мен егер қалатын үй алмасам, өзімді атына қоспаймыз деген. Қай жұрттың подарка? Ол таза жұрттың бағасы. Арзан ғой да? Кез келген адам жасай алады. Кімге көмектесіп біреуге гарант беруге қарайтын. Тайм аласың, алтын өткізесің андар. Иә, сонда осы екен құпиясы ақша жинау. Ассалаумағалейкум достар. Қазір мен сіздерге 10 жыл бойы ақша жинап, Шымкент қаласынан 2 бөлмелі пәтер сатып алған досымның үйін көрсететін болам. Үйіне толық обзор жасап, қалай ақша жинау қажет екенін сұрайтын боламыз. Өзім де бірінші рет келіп тұрмын, әлі үйіне қоныс той жасамады. Сол себепті қазір дүкенге кіріп, шашуымызды аламыз. Сосын үйіне кіріп, барлығын түсіріп, сұхбаттасатын боламыз. Тамашалаңыздар. Ассалаумағалейкум. Қалай достар? Жақсы өзің болсын? Амансың ба? Өзің қалайсың? Ал, бисмилля, кірейік. Как плагер ма? Не видео ойнады? Обзор ғой. Обзор? Жұрттың баласы деген видео ғой. Қалай 10 жыл бойы ақша жинап, Шымкент қаласынан 2 бөлмелі пәтер сатып алуға болады деген. Айтпаймын ешкімге. Айтпаймын. Нешінші қыз? 5-ші. Құлагер. Живой формат, бәрі шынайы. Абылай деген досым. 4 жыл бірге оқығанбыз. Семейде. Бір жатақханада бір үйде тұрғанбыз. Ана жер 2 лифт бар. Алтай групптың ЖК-сы. Ал, бисмилля. Мына жер қойыңыз. Ташу шашан бұл қазаты. Адыш. Қаласа. Берекесі. Болсын, берекесі шаңырақ болсын. Арнайы келемін. Осы достар, айнап бересің ғой. Ескеп тұратын. Так, үйден бастаймыз енді. Кейін шешіп алайын. Так, достар, Абылай досымның үйіне келдік. Бұл енді менің осы үй тематикасы бойынша алғашқы видеом, сол себепті қателіктер болып жатса сөкпеңіздер. Осылай кіреміз. Сол жақ бетте ас бөлмесі. Ал Абеке, таныстыра кетіңіз үйдің ішін. Так. Жалпы сұрақ мынандай. Үйді бастапқыда қалай сатып алдыңыз? Бастапқы суммасы қандай болды? Черновой ма, қалай ремонтпен алдыңыз ба? Так. Бір аңғайсынан қаласыңыз. Негіз дайындықсыз келген ғой? Дайындықсыз айта беріңіз. Занат хабарласты екен осындай видео түсірген. Шынайы видео. Жалпы үйдің темасында жүрген кезде қалай 10 жыл отбасы банктен ақша жинап осы үйді алдық та, Құдайға шүкір. Жұрттың баласы деген осы. 2 бөлме жинап, кішкене ақшаны көптеу откладывать етіп, депозитке салып, пайдасы бар деген екен. Өйткені көз алдымызда премьерлер жүрді. Негізі отбасы банк бастапқыда салатын кезде, білмейтін тұғымызша, үйдегілерді қаттандай айтпайтын тұғым. Лақтап кетем, деген сияқты осынан көп нәрселер болды да. Жоқ, көз алдымызда аға әпкелеріміз осылай депозиттен үй алып жатты, 3 бөлмелі квартира алып жатты сол кезде. Жоқ, біз де аламыз деп жай бастадық па, сонымен Құдай қаласа 25-те алдық, декабрьде. Осындай болады. Даже 24-те алдық па сонда? 25-те алдық. 25-те ма? Уже 1 жыл болып отыр ғой, осымен төленіп отыр. Болмасандай қалды кейін. Оны салсың ғой. Бастапқы сумма былай. 10 жылда қанша ақша жинадыңыз? 10 жылда ма? 11 миллион 235 мың теңге ма? Примерно сондай болды. И одан айтайынша, отбасы банкта барысында менеджерлер айтады ғой, 25 мың жай сала беріңдер деген сияқты айтады ғой. Оказывается, ол дұрыс емес екен ше. Саласың ба, побольше сала беру и туыстарыңа, жаңағы өзінің бауырларыңа бөліп салып қойсаң, кейін қосып, вознаграждение жаңағы мемлекеттің берген сыйақысымен қосатын болсаң, ақшаң көптеп жиналады екен. Егер жинайтын болсақ, солай бөліп, бауырларыңа бөліп, ақшаңды ше. И көптеп салып жинау керек екен ше. Вот бастапқыда менеджер айтады, бізге бастапқыда айтқан кезде былай айтқан, 25 мың ай сайын үзбей салып отырыңыздар, ертең сізге дұрыс болады деп, как мотивация ретінде айтады екен да олар. А на самом деле ол емес, көптеп салу керек екен. И вознаграждение, асау қатты мән берілетін нәрсе. Жаңағы оқу деп жатады ғой, соған қатты мән беріледі екен.
И үйді қарадық біздер ше, іздестіп. Жүріп тұр уақыт іздедік бір. Осы новостройкіден алып, осы Шымкенттен алдық қой біз. Бастапқыдан ағалар көкелер айтты бізге, вторичкіден ала бер, кейін квартираға бересің, әйтеуір тұра бересің деп ше. Но біз осылай өтеміз ғой, постоянно. Неге бар, зоопаркке барамыз, паркке барамыз, сол кезде мына жер сол отқан көрдік та, ертеңгі күні осы жерден тағы да бір үй алмай қалсақ, басқа жерден алып қойып, мына жер ертең көркейіп жатса, ішіміз ашиды, ол ертең өтіп баратын кезде айтты, үй алатын шанс болды, алмадық қой деген сияқты өкініш болмасын деп осы жерден алдық қой. Трассаң. Енді 11 миллион жинадың 10 жылда. Сонда үйдің бағасы 22 миллион болып тұр ма? 50% қойдың. 50% 22 миллион болып тұр. Жаңа бар 25 мың теңгеден. 325 мыңнан болды. Квадрат метр. 63-те 9 квадрат метр болды. И 7 жылға алдық. 7 жылға ай сайынға ежемесячный платеж 149.325 теңге болып тұр қазір. Ай сайын төлейсің 149 теңге. Үйге енді толық ремонтқа қанша ақша кетті? Мен ремонт жасайтын кезде удачно түстім, бір ағаларға түстім. Марат деген бір аға бар, красавчик аға бар. И осы видеоны көрсе ертең ссылкасын жібереміз деп ойлағанша мақтап удачно түстім ол кісілер. Жақсы кісілер болып шықты, өзі бригада жақсы кісі болды арасында. Ол өзінің бригадасымен келді. 1 миллион теңге ақшам барды ғой, сол ақшаға келістік. 500 мың теңгесін ол кісілерге беретін болдыңыз жұмыс ақысын. И 500 мың теңге зат алып, черновой зат. 2 айдың ішінде саған біз жұмыс бастаймыз. Тағы басқа объектілер болды. И бастай береміз. И сен ақшаң табылған сайын екеуміз бірлесіп жұмыс жасай береміз деп. И кеттік қой. Сонымен бас аяғы 4 миллион теңге кетті. 4 миллион теңгемен аяқталды ремонт? Ремонт аяқталды. Оның ішінде мына кухонный, стол жоқ. Олар тек ремонт па? Тек ремонт мысалы. Краска, есік, мына нелер. Паркет жаңағы. Натяжной барлығы сол. Қазір барлық бөлмелерді көрсететін боламыз. Үйдің бағасы 22 миллион болды, ремонт 4 миллион, сонда 26 миллион болды. 26 миллион болды, иә. Мына жақ кішкене неп тұрмын. Мәліміңізді? Так, келесі бөлме бұл зал ғой да? Иә, зал біздің бұл 22 квадрат болды, 22 квадрат, иә. Жақында кімнің туған күні болды? Өзім туған күні болды. Досым, 6-шы желтоқсан 32 жасқа толып отыр. Құтты болсын досым. Ағалармен жаңағы строй жасайтын ағалармен келіскен кезде ТО зона подарка жасап береміз. Негізі бұны отдельно жасайды екен олар ше. Суммасын келістік тағына. Жұмыс ақысын соны келістіріп 4 миллион ішінде болды барлығы. И осы ТО зонада тоже подарка. Негізі былайша қанша ақшаға кетеді бұған ТО зонаға? ТО зонаға ма? Шынымен мен андай қатты мән берген жоқпыз ше. Әжептәуір ақша кетеді ғой негізі дұрыс па? Келісіп отырмыз, айтты осылай осылай. Ішінде подарка осы ТО зона болады деп ше. Андай бастапқы келіскен кезде сол қуанышпен деп болды деп келісе бердік қой. Телевизор өткенде айтып отқан телевизор ғой да? Иә. Әжептәуір үлкен екен ғой, диагоналы барлығы. LG. Китайский. Қалай? Неден алдың ше? Эврика. Мир магазин па сол жақтан оригинал емес, бірақ китайский. Жақсы. 160 теңге болды. 160. 8 мың теңге құруға келіскен. 8 мың теңге құрамын деді. Кішкене андай қиын болды ше. Сонымен 9 мың теңге екеуміз келісіп 9 мың теңге құруға құрғыздық. Бұл жердің квадратурасы қанша деді? 22 квадрат метр ма? 22. Екі бөлмелі үй. 22 емес, 20. Келесі бөлмені көрейік. Иә, келесі бөлме спальник. 13 квадрат. Бұл жерде жатын бөлме. О, не деген әдемі. Ямаңыздар, нәберіңіздер. Мына жерге бастапқыдан да ойладық ше, спальник болады деген сияқты. Мынау қайынжұртының подарка. Балама жаңа құлайына берген кезде. Сүндет той. Сүндет той жасаған кезде соны кішкене подарка берген. Құдай қаласа план, мына жерден былай шкаф болады. Бұйысы жасаймыз өзіміз. Мына жерде мягкий не болатын дегеніміз. Жасаймыз дегеніміз өзіміз. Қап кетті ше, ертең жасаймыз ұмытта. Не ол мягкий? Панель сияқты болады, мягкий панель деген болады. Сұрастырып көрсек, қымбат шығып спальниларда тұрады ғой, артында тұрады ғой. Дат-баталқа сондай жасаймыз деп ойладық та. Сұрастырып көрсек, кішкене әжептәуір ақша деген ше. Былай TikTok-тан қарасақ, өзіміз жасауға да келеді екен да. Өзіміз орамыз деп қалдық қойдық. Бұл жігіттің қолынан біраз нәрсе келеді. Өзінің жер үйінде ас бөлмесіне полный кухонный гарнитура өзі жасаған.
солай ғой? Иә, өзім жасадық, бірақ жасағанды қалай? Жандос деген бауырымыз бар. Өте керемет. Ол жігіттің үйіне де барамыз құдай қаласа. Сол жігіттің өзімен постоянно сол жігіт өзі жасап жүреді. И сол кісімен жігіттің қасында жүріп, жоғарыда болмады ше. Бізде кішкене жасайтын болып. Қолдан келетінін көрген екен. Тәуекелді бастап кеттік. Жандос деген досымыз бар. Негізі бірінші сол жігіттің үйінен бастаймыз ба деп уақыт сәйкес келмей қалды. Енді құдай қаласа ол жігіттің үйін көрсететін боламыз. Толық мебельдің барлығын, ремонттың барлығын өзі жасаған. Ол таза жұрттың баласы енді. Мынау біздің әжетхана, уборный. Так, бұл жерде не айтамыз? Мына үйде ремонт жасайтын кезде толық осы домда ремонт жасап жатқан кісілердің үйлерін көріп шықты. Барлығын көріп шықты. Үстіңізгі этажда, 6-шы этажда бір кісілер бар. Сол несі санузел примерно осыған ұқсайды. Сосын осыны алдық. Примерно осыны қылдық. Негізі мына жерде душ бола ма деп ойлағанбыз. И ванна дұрыс болады деп, мынаны зорға таптым ше. Старый городтан ше. Мына размері 175 қой. Табылмайтын размер екен ше. Үлкен ба ол негізі обычный үлкен? 170 жалпы неме деп маған келді осындай болды. 170 табылмайтын екен ше. Полмена стенадан стенаға іздеді ғой. Стенадан стенаға іздеді, сонымен 175 керек деді сосын. Басқа темірлер болды, оған темір емес, акрил дұрыс болды деді, сосын алдық. И осы ваннаға қойып жүрдік та, мынау стиралканы тоже осылай астына қойып жүрсек, кішкене орынды экономия. Негізі ананы былай қойып жүру керек стенаға. Осы дұрыс болды, кішкене ақша экономдағанбыз. Мысалы олар 100-дің үстінде шығып кететін болған ше. Есіктер айтып жүр. Есіктер 65 теңгеден түскен, бірақ мынау ашық-машық мынау нелермен душкалармен 75 теңге ше, әр есікке ше. Одан кейін паркет бұл ары қарадық, бері қарадық. Ақылдасып келіп 31-ші класс немен где-то бір бұлда 200 бірден үстіне шықты, в общем 3100 теңгеден түсті ғой. Иә, 1 квадрат метрі 3100 теңгеден ба солай түсті. Басқа перделер, екі перделер 65 теңге болды, айтайын ба? Айта бер барлығы. 65 теңге болды. Қарапайым қазақ отбасылар үшін барлығы маңызды болып тұр ғой. Мынау нелер? Газетпе неге жоғарыда? Мынау кондертка. Кондертка, иә? Кондертка ол анау штрафит еткені қанша болды? Штрафит етіп, анау мынаны жүргізіп бергені әр точкасы 20 мың теңге жүргізіп берді. Қазір екі жерде спальныйда осы холлда бар да 20 мың теңгеден жүргізіп берді. Содан не беріп кетті ертең. Кондертаға орнына қоя салсын. Шлангысын бәрін өзіміз алып келдік. Шлангысын негізі өздерімен алып келеміз деп айтты. Арзандау болып қалатын шығар деп ойладық та, мен өзім алып келгенмін ғой. Жоқ, бәрі сол болған шығар екен ше. Қалған дизайнның бәрі, красканың бәрі отбасымыздың ақшасынан кеткен. Жаңағы сіздер осы үйде ремонт жасаңыздар. Осылай болса, осылай көрінеді бар. Ұсыныстарын айтты ма? Иә, ұсыныстарын айтып жасаған таңдаймыз. Мына кухонный 350 мың ба материалны кетші. Сәл зазорлаған қарасың. Бұны өзің жасадың ба әлде біреу өзің жасадың ба? Зазорласа онша емес өтті да, бірақ андай негізі дұрыс жасамаған екен, дұрыс келтірмеген екен, бірақ болады ше өзімізге. Әдемі ғой, әдемі ғой. Бұл да өзім жасадық. Мына жерде құдай қаласа нелер болады. Қалған заттар қоямыз мына жерге. Машина сай жуатын болады. Мына бір есік материал алып жатқан кезде мынаны айтып едім, осы мәселе материал алып жатқан кезде мына кусокты алу үшін бір бесін алу керек болады екен бізге ше. Сөйтіп та бұны пока бір отходтардан іздейміз ғой, табамыз ғой, табылатын шығар дедік та, сонымен қалдырып қойдық бір. Негізі басында істеп жатқанда бұзып алдыңдар ма? Жоқ, бұзған жоқсыз, бұл ошу материалдарымызды алдық қой, жинап алдық қой. Сол кезде бізге айтты да. Жетпей қалды ма? Жетпей қалды да. Мына материалды маған алып беру үшін олар бір лист кеседі да. Ол лист қалған ақ болып қалады ше. Полный сатып алу керек қой. Иә, полный сатып алу керек, сосын біздер жаңағыдай алдық. Біреудің осадканы аламыз ғой деген сияқты. Мына жерге ертең ана духовкаға қоямыз ше. Микроволновканы деген нәрсе қоямыз. Мынау біздің лоджия. Балконымыз. Негізі мына жерде басқа кісілер мына жерді алып тастайды ше, стенаны ше. Алып тастайды да. Мына жерде қос жүре ма? Қарау қос жүр кішкене кухня кең болады да. Бізге балкон керек болды ертең ана. Өз алдына тұрсыншы дедік та. Салқын болып жаңағы анау заттарды қоясың. Бөлек болып тұрады. Кішкене красота жинап қойып деген сияқты. Сол. Терезені ашасың.
Общий үйдің квадратурасы 60 бір нәрсе шығар да? 63-9. 63-9. 64 па? Тағысы 63-9. Ақшасын есептеген кезде есептеп сосын занағы ондайсың көрші. Артық пысықсынып кетесің ғой. Кейін өзінше өлшемекші болғанша олай шығарып беріп жүріп кіші өлшейсің сосын байыз алып қырсыншы деп. Сол 64-9. Басқа? Неден екен? Ақша жинау құпиясымен бір бөлісіп жіберсеңізші оқырмандармен. Ақша жинау құпиясы ма? Ішпей жемей жинадыңыз ба, әлде ішіп жеп жүріп жинадыңыз ба? Қазақтың бөлі ғой жалпы ақша жинау, үй алу қазір сондай актуальный темалардың бірі ғой. 2015-те мартта бастадым осы отбасы банкке ақша жинауды бастап ше. Ол кезде Волковкада жұмыс жасадың? Иә, Волковкада жұмыс жасаймын. Мен көкем бар, нағашым. Сол көкем айтатын тұғын, Жәдігер деген кісі. Ол қаладан үй алады да. Сол үй алатын кезде бірінші мотивациям сол болды ғой. Қаладан үй алмайсың. Мен егер қаладан үй алмасам, өзімді адам қатарына қоспаймын деген сияқты сондай өзін не қойған екен ше, мақсат қойған екен. И сол үй алып, үй керемет ремонт болған үйінде. Сен көріп отырып, 15-ші жыл. Иә, 15-ші жыл сондай болды. 10 жыл болды. Сөйтіп сондай мотивациямен ол үй алған соң ремонттап қанша ол сөзі $25,000 алмасын ма алғанша үйді үшін ян шаһардан. Осы екеуміз бар деді. И сол кезде мен де тоже солай. Мен де мақсат қойдық. Мен де Құдай қаласа осындай бір қалада енді үйім болмаса бір адам қоспаймын, мен әйтеуір қалада үйім болу керек деген сияқты ниет болды да. И құйып бастадық. Ақшаны бастапқыда кезде әйтеуір қажеттіліктер көбейіп кетеді ғой. Ананы салсын, сонымен әйтеуір бір 25,000-нан 50,000-нан тастап отыр. Қайда тастап отырдың? Отбасы банкке депозитке салып отырдық. Сол кезде отбасы банкке? Иә, сол кезде салып отырдық. И уж 20-дан кейін кішкене суммасын үлкейттік қой, өйткені үйлендің ол кезде уже? 19 үйлендік? Иә, үйлендік. 19 үйлендік, бірақ уже бала шағада өсіп бастады, көбейіп отыр, сосын алдында қойған мақсатымыз, арманымыз не болды деген сияқты болды, сонымен ақшаны қыстық қой. Алған айлығымыздың бір 70%-ін салып отырдық ше. 70%-ін салып кішкене. Қарашаңырақта отырдың ба? Иә, Қарашаңырақта қуып жіберіп жүр, енді тұрып жатыр сол жақта әлі. Үйде қазір інілеріміз келіп тұрады. Қалада кім бар үйде? 2 інім бар. Солар келіп тұрады. Мен де келіп жұмысқа келіп, былай жүремін. Толық қашан көшіп келесің бұл үйге? Толық? Қашан келесіз қоныс тойға? Толық бітіріп алайық, әлі кішкене жұмыстар болсам бітіріп алайық, сосын шақырамыз. Құдай қаласа. Мысалы осы үйді көруге асығып жүріп, Құдай қаласа. Осы ютубтағы алғашқы видеом Әбекеңнің үйі болды. Мына стол 35 теңге тұрады. Стульялармен бірге ма? 35 мың? 35 теңге тұрады екен ше. Арзан ғой да? Стульясымен емес, өзі ма? Өзі, мынау где-то 15. Онда қымбат дегесін. 15-12 мың сондай бір 6 столмен алдық қой. Әр стульясы қанша болды? 15 или 12. Соның арасында 6 алып алдық, и на стол. В принципе ше, былай қарап тұрсаң өзің істеп аласың ше, темірдің несі бар. Бірақ жақсы, темірін табу керек, оны сатып алсаң ыңғайлы ғой негізі қазіргі уақытта. Мына жерден кішкене бір экономия табып шығандай. Алсаң дұрысырақ алу керек екен ше. Кейін бұны асырамыз ба? Ондай да, уже сезіледі ше, қойып болғаннан кейін, қойып алып болған, қойып жатқаннан кейін, бүйтіп байқағаннан кейін уже не алдық ше. Сәл қымбаттаудан сау керек деген сияқты. Жалпы экономдамау керек қой, жалпы өзінің үйің болғаннан кейін, барынша. Иә, кішкене. Жеткеніне қарайсың бірақ енді. Енді ол майда шүйде былай ауыса береді ғой. Иә. Әбекен қазір сол 26 миллионға осындай үй алуға бола ма негізі? Жоқ, аламайсың. Ол үшін жаңағыдай черновой алып, өзің ремонттауың қажет, иә? Короче, оның өзінде баға өсіп кеткен шығар уже? Иә. Егер анау, так. Мысалы осындай дайын ремонтпен, мысалы көршілердің үйі бар, жалпы мақұл өзіңнің үйіңді қаншаға бағалайсың мысалы сататын болсаң? Осы тұрсында. Осы тұрсымен қазір мен 35 примерно сол жақ. Сол жоба көретінім ше. Сатасың сондай. Сондай бағада тұр ғой да, рынок негізі сондай ғой қазір да? Қазір, так. Сразу мына неден қарасайық. Крышадан ба? Крышадан қарасайық, көршілердің қалай кеттім.
Двухкомнатный 65 квадрат 27 миллион деп қойған ше. 27 миллион деп қойған, бірақ бұл черновой болуы мүмкін. Мына черновой ше. Даже ненің өзі 27 миллион тұр ше. Ремонт жоқ ішінде. Ремонт жоқ жай ішін. И этаж 10 этаж. Келесі. Этаж жоғарылаған сайын баға түсе ма, қымбаттай ма? Негізі ортасы, мынау қазір айтамын. 7, одан кейін бір 3-тен бастап жоғарылағанда 7, где сол этажға дейін бізде алатын кезде сәл қымбат болды ше нелер ше. Одан 7-тен жоғары қарай сәл қымбаттай берді ше. Бағасы сәл түсе берді. 31 миллион 500 деп қойған. 14-ші этаж ше. 14-ші этаж. Тура сенің үй ғой да? Тура осында мен. Ремонты бар. Иә, этаж жоғарылап тұрғаннан кейін ше мынау ше. Сәл арзандау болып тұрған. Еще мынау қарап тұрған жағы мынау теріс қарап тұр ше. Дворға қарап тұрған жоқ та ше. Біздің үйіміз дворға қарап тұр ғой. Сендер тек дворға қарайды, иә? Дворға қарап тұрды, иә. Ана жақта не жоқ? 2 бөлмелі квартира. Мынау теріс қарап тұрған жақта домға қарай дейтін үй сол. Ол да бағаға қатты әсер етеді, иә? Иә, ол әсер етеді. И мынау 67 квадрат 38 деп қойған. Бұл қазір 3-ші этажда 14-те 3-те этаж. Міне барлық мебельмен дайын тұр. И тік келеді. Әдем. Так. Средний 35 миллион болып тұр ғой астында. Ортасы сол 35 миллион тұр. Ол тоже сол 35, тоже мебельмен. 14-ші этаж. 31 миллион деп қойған. Негізі дом қанша этажға дейін? 14-ші этаж. 14 па? 14 этаж. Біз қазір 5-ші этажда отырмыз. Лифт бұзылып қалған жағдайда да жаяу мініп түскенге жеңіл. Ыңғайлы. Одан кейін тағы не бар айтатын? Так енді қанша жыл төлейсің бұны? 149 мың. 31-ші жылы аяқталады. 31 қазір 25, 56 жыл. 5 жыл қалды ғой енді 26 болады. Кухонный негізі өзі жасасаң, короче, оңай болады ше. Оңай болады дегенде қалай? Кішкене ақша экономдайсың ше. Мысалы бұны жасатсаң мамандарына қанша ақша болады? Тағы бір кішкене мебель қосып беріп, 1 миллионның жобасын жасап беретін шығар. Қазір сен 350-ге жасаттың ба? 350 материал тұрды. Иә, материал 350, столичница бар. Где-то 400-ге барады ғой. Қанша уақытың кетті оған? Оған бетіп келетін болсақ 3 ай ма уақыт кетті. Материалын алып асықпай жасадың ғой? Материалын алып қойдық дағыны. Құрған жоқпыз ғой. Тұрды. Ары соны тиіспейтін болсақ бір 3-4 күнде жай сепсесін. Где-то бір 2 апта сен ана материалын дайындап кесіп беріп, материалдардың тесігін тесіп бәрін істеп береді. И сен өзің алып келетін болсаң бір 2 күннің ішінде құрап тастайсың. Эскизін бәрін дайындап береді ше. Шуруп қай жақта қандай шуруп тұратынын бәрін істеп береді. Еще квадрат метрін 300 теңгеден ба не істеп беретін тұғын ше. Өзің өлшеп баратын болсаң, саған дизайн сызып, полный нені істеп береді. Где-то бір осыған 35-40 мың теңге беретін шығар. Соларға сыздататын болсаң ше. Сен өзің сызың ғой? Жоқ, жанды сызып берді. Жанды сызып берді. Бірге отырып сызып берді. Егер сен жанды сияқты мысалы адам болмай, өзің баратын болсаң, өлшеп баратын болсаң, сол жерде мамандар отырады, технологтар да соған айтасың, түсіндіріп, осылай деп размерін көрсетесің. Сенімен ақылдасады да, квадрат метрін олар 300 теңгеден басында істеді ше. Где-то бір 40 мың теңге болады ғой. Осы тұршы тек дизайн. Иә, сөйтіп істеп береді. Эскизімен бәрін дайындап береді. Сол жерден ақшасын төлейсің, материалын төлейсің да. Бір апта, 2 апта күтесің, саған дайындап береді. Уже сенде қағазын эскиз суретімен и несімен тұрады. QR кодымен тұрады. QR кодты сотыңа қойсаң уже қай мебель, қалай тұратынын бәрі тұрады ше. Қай болта, қай жерде тұратынын көрсетіп береді. Ал эскизді өзің сызып бардың, сол бойынша кесіп береді. Иә, кесіп алсаң да болады. Мен анау жалпы кесу қанша болды ақшасы? Кесу ақшасы жоқ, материалдың ішіне кіреді екен ол ше. Материал сатып аласың, и ішіне жаңағы кесетін ақшалармен где-то айтады ғой 350 болды ма? Соның ішіне кірді ғой. Сатып алып мен аналым есімен. Былайша өзің материал апарып кестіріп алсаң да болады негізі, иә? Жалпы мебель құрамай жүрген қарапайым адамдарда, мысалы мен сияқты болса, эскизін сызып апарсаң кесіп береді, кеп құрай салу оңай ма негізі? Оңай. Кез келген адам жасай алады, иә? Жасай алады, смело жасайды. Мысалы кішкене ақылмен жасау керек, мен сияқты не жасауым керек. Есте жазарларым керек, мысалы дұрыс келмей қалғанда ше. Жоқ, енді олар жақсылап кесіп берсе. Жоқ, мен бұл жерде кескеннен проблема жоқ ше. Бұл жерде құрғаннан проблема ғой. Құрау кезінде. Мен қазір регли процессін келтіре аламын, келтіруге болады. Андай да.
Уақыттамай жатыр дейсің ғой. Проблема емес, басқаларға бірақ сәл істеп қою керек. Енді сен қазір қолың тимей жатыр оқып жатсың деген сияқты. Төбедегілерді ашады ғой. Ашады, иә, төбе жолы ашады. Жалпы керемет. Осы әбекең. Так, басқа тағы қандай сұрақтар? Осы тема деп қойсайық. Жаңа ақша жинау барысында қиын ғой негізі енді ақша жинау деген по-любому. Так. Андай бір үзіп қалған моменттер болды ма дейді? Үзбей жинадың ба? Үзген момент, даже бір 2 жыл арасында салмай кеткен болды ше. Тоқтамай 2 жыл ма? Нет, тоқтамай арасында 1 жыл салмай кеткен уақыттарым болды. Вообще үшін бас жағынан бір саласында. Кейін вообще салмай кеткен уақытым болды. Ол кезде не болды? Менің артымда үй болды ғой, короче. Артымда үй болды ше. Естеріңде болса, короче. Егер сіздерге пайдасы болмаса, саған пайдасы болмаса, атыңа вообще ешкімге көмектесу, біреуге гарант болуы гарант емес ше. Бәрі кейін әсер етеді. Иә, бауырыңа болса да ше. Енді бауырыңа мысалы бір үй алайын деп тұр, гарант енді боласың ғой енді бауырыңа. Ол енді жасау керек, бірақ өзіңе пайдасы болмаса, ертең осы бауырыңа кедергі болып қалуы мүмкін да ше. Ертең қазір сен тұрдың да үй алайын деп тұрсың, сен бауырың тартасың, маған гарант бош деп. Сен ипотека алдың үйіне. 2 жылдан кейін, 3-4 жылдан кейін тағы бауырың үй алмақшы болып қалады ғой. Ал сен үй алайын десе, уже оның атында как ол саған гарант болып болған, оған уже жолына кедергі да ше. Сол үшін вообще мүлдем не алуға болмайды. Атыңа үй аударып қоюға болмайды. Осындай кезде мысалы қазір неше түрлі программалар жүріп жатыр ғой. Наурыз программасы бар, анау бар. Сол программалардың бәрінде несі бар? Өзінің условиялары бар. 5 жыл атында үй болмау керек деген сияқты. Менің атымда үй болған, конкурстан, мемлекеттік жаңағы конкурстан өтіп, үйді оформление жасайын деп барған кезде однокомнатный квартира атымызда үй бар. 5 жыл неде тарих болмау керек. Тетті сонымен болмай жатыр ше. Бірақ қайыр болып тұр ғой енді, 2 бөлмелі үй алдым. Қайыр болып тұр ғой. Андай да? Жалпы түсіндім ғой. Мемлекеттің өзіміз арзан бағада өзі қаншадан? Однокомнатный квартира 6 миллион теңге болып тұрған ше. Қазір 45 квадрат есептейтін болсаң. Қазір мына жақтан алып 15 миллион алып отыр ғой, осы жерден аласың. Ал ол кезде 6 миллион теңге болып тұрған. Сол кезде моменттерді сынасың да, отбасыңа жинап жүрсің ғой. Не болады енді 50% жинау керек деген сияқты, 50% жинау. Анда үлкен сумма болады. Кейін уақыт келе жинау керек болды. Ауылдағы бүкіл андай жер үйде тұрғаннан кейін ауылында тірліктер көп ше. Неше түрлі стройка, қора салу керек болды, мынау салу керек болды, үшін ақшалар әрбір кете береді. Сосын үйдегілермен келістік, ата-анамызбен. Пока сіздер осылай жаңағы жасай берейік. Біз үй алғанша бізге тиіспеңіздер дедік. Тек продукттың ақшасын шығарып отырдық дағыны. И дальше тек қана жинап отырдық ақшаны. Керек жарақты, қажеттіліктерді алып отырдық дағыны. Енді қосымша табысында болды ғой да, ағаш кестің. Ол как андай болды ғой. Үйдің бірде бар, бірде жоқ болды. Иә. Ол үйдің продуктісіне, үйдің қажеттілігіне кететін нәрсе. Кесір 15 мың өткен жұмысыңды ақшаңды аласың, ақтырасың. Кішкенесін ақ қаласың, сумасын ақ қаласың. Етпесін де алмайды. Келіншегің жұмыс істемейді? Не, ол декретте болды, иә. Мектепте жұмыс істеді, бірақ қандай. Ұзақ емес. Ұзақ емес, иә. Декреттің ағаңыз оның ақшасын тықтық үшін. Қай жерден ақшаң ұшы шатсам бәрін тықтық қой. Солай болса әдемі ғой. Басын құрамасаң, иә, құрамайды. Осы екен құпиясы ақша жинау. Көшелер осы. Екі бір квартира. Негізі шүкір біз өзімізге бір андай үлкен жеңіс болып болды ше. Конечно, үлкен жеңіс. Мысалы біз достарымыз ғой, қызығамыз мысалы ше. 10 жыл ақша жинау деген біз мүмкін емес сияқты көрінеді. Үйді ремонттап жатқан кезде әшін пеноплекске келіп жатасың ғой ше. Жонова үй әшін пеноплекске келіп жатасың. Ескі құлтап қойып. Келіншегің звондайсың ғой, сен бұл кайфты сезініп жатырсың. Өз үйіңде короче жатсың. Еңбектің бір андай бір несі ғой. Бір жемісін көргендей боласың. Еңбектің тәтті деп па? Үй баспана деген бір андай ыстық болады екен ше ғой. Қанша жыл мысалы ақша үнемдеді, жинады, қазір енді уже үйі бар, енді жарата берсе болады да енді, қалай енді жарата берсе болғанда.
шашпайды бірақ соның өзінде енді бір арқадан бір ауыр жүк түседі да. Иә. Короче, үй алсаң, бір үй алып алдың ғой, как будто андай бір үй бастапқыда алатын кезде үйде қарап жүрдік қой. 50%-ына да бізге жетпейтін тұғын. 30-70 программасымен көрмекші болдық. Оған да тоже ақшамыз жетпейді и ежемесячный платеж қымбат көп болып кететін болды ше. Оказывается, 7-20-25 деген программа кәдімгі ең мықты программа болған екен ше. Первоначалка жаңағы 20% қоясың и үй аласың. Оны біз білген жоқпыз. Уақыт өтіп кеткеннен кейін салыстырып қарасаң, керемет программа болған. Оның ай сайынғы төлемі көп кетпей ме? Жоқ, 140 мың түсетін тұғын. Осы сумма тұғын, бірақ жылы ұзақ болады, бірақ неңмен инфляцияның несімен үшін жалпы кейін не ұстасың ғой жалпы, қатты қылмайсың. Үйлі боласың зато ше. Сол программалар өтіп кетті, оны қатты не алмадық. Сөйтіп айналдырып 30-70-ті көрдік. Одан кейін жаңағыдай қандай жасыл ипотека деген болды ше. 20% қоясың, тоже 7-25 сияқты жасыл ипотекадан үйлер болды, намадерін секілді болды. Оны да қарастырып көрдік, бірақ ол кезде тоже ежемесячный платеж көп болып үйдің суммасы да. Біз анау переплатасымен есептейміз да сонымен үйдің суммасы көп қойды ғой. Соны қорқасың, ой, мынандай көреді деп. Оказывается, оның бәрін қорқу керек ше. Мысалы, 50-50 болсаң, 4,5% беретін болса, менікі қазір 7 жылда 1,900,000 ба үстіне переплатамен беремін ше, қосам үстіне қосам. Ал неде болған кезде жаңағы жасыл ипотекамен немен алатынбыз, переплата көп болады, сол кішкене болады, содан қорқады екенбіз ше. А так былай ол да жақсы программа ше. Так, бұл енді жаңа бөлінеді ғой, бизнес класс, стандарт. Бұл стандарт. Стандарттың ең төмен ба? Иә. Ең бірінші ғой, эконом класс ғой, примерно. Эконом класс ғой, эконом класс. Бірақ үйдің сыртын арасында ұқсамайды да ондағы, иә? Мықты. Жақсы. Қанша класс бар, не стандарт? Бизнес, комфорт, бизнес. Комфорт плюс деп кете берді, негізі көп ше. Комфорт бизнестен білген ба, комфорт деген? Жоқ. Стандарт, комфорт ше. Ең жоғары ше. Премиум деген одан жоғары болады ма? Иә, одан жоғары болады. 5 класстай бар примерно. Сондай ше. Комментарий қарап атасың. Жоқ, біз білмейміз. Егер білсеңіздер, комментарий жаза беріңіздер. Бұл кісі енді үй алды, кішкене хабар бар, менің мүлдем хабарым жоқ. Ипотекадан да хабарым жоқ. Сол енді кірісіп жатырмыз ғой бұл темаға. Жаңағы история деген нәрсе бар, банктегі историялардың нашар болса, бұзылған болса, онда ипотеканы армандамақ қой ғой уақытша. Енді бар да. Одан кейін біздер не аламыз ғой, займ аласың, алтын өткізесің алам бар. Иә, соның бәрі әсереді. Соның бәрі үлейді. Одан кейін просрочка болады, 40 күннен ба, бізге асып кеткен 49 күн ба, сондай болған. Соңында оказывается вообще қатты әсер етеді. Солар болды ма сенде, сол нәрселер? Болып, и мен мына жақтың Асар хаус деген үйлер болды ше. Соларды алмақшы болып жатқан кезде, жолдың ары бетіне Кольцовойдың ар жағында. Алатын кезде тоже 220 мың теңге шықты, бірақ кредит бермей қойды бізге ше. Сол просрочка. Балконнан вид осындай. Жаңадан үйлер соғылып жатыр екен. Шымкент қаласы жалпы үлкейіп жатыр. Алла қаласа әрбір қазаққа осы үйлердің біреуі бұйырсын. Абылай досым үйінен қайтып бара жатырмын. Әрбір қазаққа осындай үйлер бұйырсын. Первый этаж. Двери открываются. ЖК Құлагер, 9 подъезд бар екен. Мұнда парковка, жоғарыда балалар ойын алаңы. Қазір көреміз. Мінекей жоғарыда балалар ойын алаңы. Ешқандай көлік келеді. Балама қауіпті деп уайымдамауға болады екен. Жақсы. Әрбір қазақтың арманы деп ойлаймын осындай
үйде тұру Құдай қаласа баршамызға бұйырсын. Видеоны тамашалағандарыңызға үлкен рахмет. Қазақша контентті менің каналымды қолдап, лайк басып, төменге пікір қалдырып, және де каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ассаламу алейкум.